Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан. Бүгін біз сіздермен Арнау тобының Сенен басқа деген музыкасына укулеледе разбор жасайтын боламыз. Сіздер ең алдымен видео басталмас бұрын осы видеоға лайктарыңызды басып, менің арнама тіркеліп, тағы да қандай музыкаға разбор жасағанымды қалайсыздар, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Ендеше біз өзіміздің видеомызға кеттік. Ең алдымен біз музыканы бастамас бұрын оның аккордтарымен танысып алайық. Бізде бұл музыкада 4 аккорд қолданылады. Олар AM, F, C және G деген аккордтар. Ең алдымен бізде AM аккорды. AM аккорды бізде екінші ладтың 4-ші струнасына ұсталады. Сол кезде бізде осындай дауыс шығады. Екінші аккорд бізде F аккорды. Ол бірінші ладтың 2-ші струнасы, екінші ладтың 4-ші струнасы ұсталады. Үшінші аккорд С аккорды. С аккорды бізде үшінші ладтың 1-ші струнасында ұсталады. Соңғы аккорд бізде G аккорды. G аккорды екінші ладтың 3-ші және де 1-ші струнасы, 3-ші ладтың 2-ші струнасы ұсталады. Сол кезде бізде осындай дауыс шығады. Мінекей достар, біз толықтай аккордтарымен таныс шықтық. Енді келесі кезекте біз оның қағыстарымен танысатын боламыз. Қағысы бізде осылай болады. Деп осылай біз өзіміздің музыкамыздың аккордымен, қағысымен толықтай танысып алдық. Енді біз ол қалай текстпен қалай айтылатынын бірге үйренетін боламыз. Ендеше кеттік. Жан сырымды бір өзіңе ғана ашылып айтайын, асылайын, сенен басқа түсінетін мені. Жан бар ма жалғанда сенен басқа? Мінекей достар, біз укулелемен сенен басқа әніне укулелемен толықтай үйреніп шықтық. Ендеше сіздерге осы видео ұнаса лайктарыңызды тағы да басып, менің арнама тіркеліп, қандай музыка айтқанымды қалайсыздар, соны жазып кетіңіздер. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.